Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менде бәрі тамаша. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Әсем Әлмұхамбет, және бүгінгі видеода мен маған өте жиі қойылатын сұрақтардың біріне жауап бермекпін. Яғни студенттік визамен ақш-қа оқуға келген шетелдік студенттер оқумен қатар жұмыс істей ала ма? Егер жұмыс істей алатын болса, онда қай жерде жұмыс істей алады? Кім болып жұмыс істей алады? Жұмыс орнын қайдан іздеуге болады? Және жалақымыз қанша деген сынды сұрақтар өте жиі қойылады. Және бұл сұрақтардың жауабы көпшілікке қызық болғандықтан осы туралы видео түсіруді ұйғардым. Бұл видеода мен ақш заңы бойынша шетелдік студенттер қанша сағат жұмыс істей алады, және кім болып жұмыс істей алады, қайда жұмыс істей алады, ол жұмыс орнын қайдан іздеуге болады, жалақыңыз қанша болады, және Америкада жалақыны есептеу жүйесі қандай деген секілді өте маңызды ақпаратты бөлісемін. Сондықтан да видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Және бүгінгі видеом сізге пайдалы деп тапсаңыз, сізге ұнаса, онда міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса, және келешекте осы тақырып төңірегінде видео түсірсеңіз деген ұсыныстарыңыз болса да комментарийға жазып өтіңіздер, оны міндетті түрде ескеретін боламын. YouTube каналыма да жазылуды ұмытпаңыздар. Себебі мен өзімнің каналымда шетелде тегін білім беруге мүмкіндік беретін түрлі бағдарлама, гранттар туралы, және де шетелдік компанияда іс тәжірибеден өту үшін қандай жолдары бар деген секілді өте маңызды ақпаратты бөлісемін. Және де тек қана Америкада емес, сонымен қатар Азияның дамыған елдерінде, Европада, Канадада, Австралияда тегін білім алудың жолдары қандай, және де ол шетелде тегін білім беруге мүмкіндік беретін бағдарламаға қатысу үшін қандай критерийларға жауап беруіңіз керек, қандай құжаттарды тапсыруыңыз керек, қандай емтихандардан өтуіңіз қажет, құжат қабылдау уақыты қашан, және құжат қабылдау уақыты қашан жабылады деген сынды өте маңызды ақпаратты бөлісемін. Сондықтан да осы ақпараттан қалыс қалмау үшін менің каналыма жазылыңыздар. Және де мен жақында өзімнің YouTube каналыма English Online айдарын қоспақпын. Бұл English Online айдарында ағылшын тілін бірге үйренеміз, және де ағылшын тілін үйренуге қатысты пайдалы, қызықты, әрі ұтымды методика мен ағылшын тілінің грамматикасы, пайдалы ресурстар секілді өте маңызды ақпаратты бөлсемін. Сондықтан да менің YouTube каналыма жазылудың тағы да бір себебі осы. Мен Instagram каналыма да жазылыңыздар. Инстаграмда мен English Online айдарын историямда күнделікті жүргізіп отырмын. Ол жерде күнделікті бір академиялық ағылшын сөзін транскриптпен, аудармасымен, түсіндірмесімен, мысалымен ақпаратты шайнап аузыңызға салып беремін. Сіздің міндетіңіз тек қана оны жұта білу, және де осы сөздер қаншалықты есте қалды, соны тексеру мақсатында айдың аяғында тест жүргіземін. Академиялық ағылшын сөздермен қатар мен ағылшын грамматикасына қатысты, және де ағылшын үйренуге қатысты көптеген пайдалы ақпаратты бөлісемін. Пайдалы әрі маңызды ресурстармен де бөлісемін. Сондықтан да Instagram каналыма да жазылыңыздар. Ал енді бүгінгі видеоның басты тақырыбына оралайық. Яғни шетелдік студенттер Америкада жұмыс істей ала ма? Жауап я, және де я. Десек те, шетелдік студенттердің Америкада жұмыс істеуінің өзінің тәртіптері бар, және де бұл тәртіпке 100% бағынуыңыз қажет. Оның қандай тәртіптері бар екеніне жеке-жеке тоқталып өтейік. Біріншіден, сіз оқуыңыздың алғашқы жылдары тек қана кампуста, яғни университет кампусында ғана жұмыс істей аласыз. Егер университет кампусынан тыс жұмыс істейтін болсаңыз, заңсыз жұмыс істеп жүрген болып есептелесіз, және ол белгілі болатын болса, онда сізді бірден студент статусынан айырып, өз еліңізге қайтуға мәжбүрлейді. Және де Америкаға, яғни ақш-қа қайта кіруде, қайта келуде үлкен мәселелер туындауы мүмкін. Екінші тәртібі, сіз аптасына 20 сағат жұмыс істей аласыз. Бұл сабақ жүріп жатқан уақытта, ал каникулда аптасына 40 сағат жұмыс істей аласыз. Бұл жерде заңды сұрақ туындауы мүмкін. Университет кампусында қандай жұмыс болуы мүмкін студенттерге арналған деген. Америка университеттерінің кампусы әдетте өте үлкен болып келеді, және ол жерде сәйкесінше көптеген тамақтану орындары, дүкендер, үлкен кітапхана, зертхана, және де студенттерді таситын автобус болады. Сәйкесінше осы жерлердің біріне сіз даяшы,
кассир, сатушы, немесе кітапханада жұмысқа тұра аласыз. Студенттерді таситын автобустың жүргізушісі бола аласыз, егер жүргізуші куәлігіңіз болатын болса. Және де зертханада жұмыс істей аласыз. Сонымен қатар профессордың, оқытушының ассистенті, яғни көмекшісі бола аласыз. Әр университетте кампуста жұмыс істегісі келетін студенттерге жұмыс тауып беретін, олардың түйіндемесін қабылдайтын арнайы департаменттер болады. Сол жерге барып, өзіңіздің түйіндемеңізді қалдырып, өзіңіздің жұмыс істеуге ниетті екеніңізді білдіресіз. Және де егер сізге лайықты жұмыс орны болатын болса, онда сізге хабарлайды. Сіз әңгімелесу, яғни собеседованиеден өтесіз. Және де жұмыс берушінің көңілінен шықсаңыз, онда оқумен қатар жұмыс істей аласыз. Бізде Қазақстанда жалақыңыз қанша десе, онда сіз бір айдағы айлығыңызды айтасыз, иә? Ал Америкада сәл өзгерек, яғни бұл жерде сағатына есеп келеді, сағатына берілетін соманы айтасыз. Айлық мөлшері ол студенттерге 12 мен 15 доллардың аралығында болады. Егер оқумен қатар жұмыс істей аламын, барлығына үлгеремін десеңіз, бұл сізге тамаша мүмкіндік болмақ. Яғни басқа елдің студенттерімен жақынырақ танысуға, ағылшын тілді достар табуға, өзге елдің мәдениетімен жақын танысуға, тәжірибе алмасуға өте керемет мүмкіндік. Сәйкесінше ағылшын тіл деңгейіңізді де көтересіз, және де Американың студенттік өміріне терең бойлайсыз. Сондықтан да тек алға, сәттілік серігіңіз болсын. Сау болыңыздар.